Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алматыда жедел штабтың отырысын өткізді. Онда мемлекет басшысына қала лаңкестерден толық тазартылғаны туралы баяндалды. Қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтың мәліметінше мегаполис қалыпты өмірге қайта орала бастаған. Қазіргі уақытта қала тіршілігін қамтамасыз ететін барлық саланың жұмысын қалпына келтіру белсенді жүріп жатыр. Ал тәртіпсіздік кезінде келтірілген шығын көлемін анықтау жұмыстары әлі жалғасуда деді. Мемлекет басшысы еліміздің ірі қаласына жасалған террористік шабуыл салдарын өз көзімен көру үшін Алматыға арнайы келгенін айтты. Сондай-ақ президент үкіметтік комиссияға Алматы қаласының әкімдігінен бірлесе отырып инфрақұрылым нысандарының, оның ішінде мемлекеттік құқық қорғау және арнаулы құрылымдардың ғимараттарын бейне бақылау жүйесін қысқа мерзім ішінде қалпына келтіруді тапсырып, зардап шеккен кәсіпкерлерге қолдау көрсетілетінін айтты. Өздеріңізге мәлім, Алматы менің туған қалам. Осында дүниеге келдім, оқыдым. Алдымызда қысқа мерзім ішінде қаланы қалпына келтіру міндеті тұр. Бұл менің президент ретінде және еліміздің азаматы ретінде парызым. Қаланың қалпына келетініне еш күмәнім жоқ. Үкіметтің алдында қаланың келбетін бұрынғыдан да жақсарту міндеті тұр. Бұл өте үлкен жұмыс. Президент сондай-ақ ауруханада жатқан жаралы әскерилер мен полицейлерге барып хал жағдай сұрады. Олармен тілдесіп, тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдірді. Мемлекет басшысы жаппай тәртіпсіздік кезінде қаза тапқан полиция қызметкерлер мен әскери қызметшілердің туыстары және жақындармен де тілдесіп, көңіл айтты. Мемлекет оларға қолдау көрсетіп, қажетті көмекті көрсететінін жеткізді. Наградалар табысталды. Балаларымыз халқымыз үшін, еліміз үшін жан пида болды. Нағыз батырлар. Сондықтан оларды біз бәріміз ел болып, халық болып мақтан тұтамыз. Олардың есімдері халқымыздың жанында мәңгі қалады. Бұл мәселе бойынша ешқандай күмән жоқ.